жүрген үнемі жан дүниесіндегі болса қазақтың қандай мәселесі болсын толғаулы мәселелерді кәдімгі шырылдап айтып жүрген бір бауырымыз отыр. Ол мына Ахмет Әлесеки деген азамат. Ол осы қазір Ахең өзінің пікірлерін айтады, бірақ енді осының бір ерекшеліктері де бар. Ол енді қазір айтылады. Енді осыған қоссаңыздар, Ахат өзің бір айтып. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Қош келіпсіздер. Алдымен сіздерді Наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Осы тіл мәселесі жөнінде өткенде Советханаға келіп кеткен, екі аяғын үшеуміз енді отырып, қайта бір осы дөңгелек үстелдің жолды жалғастырсақ, осы мәселені қайта бір елдің назарына салсақ деген ұсыныс айтылды. Соны біз қабылдадық. Міне бүгін біздің шаңырағымызда тағы да осы тілдің мәселесі көтеріліп жүріп жатыр. Тіл мәселесі әрине бұл өте күрделі мәселе. Мен осы мәселе жөнінде талай жерде айтып та жүрмін. Дегенмен мені бір нәрсе алаңдатады. Алаңдатып жатқан мынада. Біз Қазақстанды 130 ұлтқа бөліп жібердік. Бізде 130 ұлт тұрады деп мақтанамыз. Онысы дұрыс. Бірақ сол 130 ұлт ретінде қалай қалыптасады, және ел ретінде қалай ел боламыз. Біз бұл мәселенің жаңағыдай арғы жағына жақсылап тұрып үңілуіміз керек. Бұның бір қиындығы мынада. Мысалы, әрбір ұлт, ол ұлттың өзінде 9 ұлттың дейін өзінше жеке мектептері бар. Мысалы, өзбек мектебінде оқиды, орыс мектебінде оқиды, ұйғыр мектебінде оқиды. Содан қазақ мектебінде оқиды. Және бұларға қоса аралас мектеп деген тағы бар. Аралас мектеп деген тағы бар. Енді ойлап отырсақ, осы бір бала тұлға болып қалыптасқанша, яғни 20 жасқа жеткенше, 18-19-20 жасқа жеткенше өзінің ана тілінде білім алатын болса, өзінің өмір сүріп жатқан мемлекетінің тілін үйренбейтін болса, және өзінің осы жаңағы өмір сүріп жатқан мемлекеттің негіз ұлтымен араласпайтын болса, сол ұлт ертеңгісін жаңағыдай қалай біздің елдігімізге үн қоса алады? Немесе қазақтың елдігіне ертеңгісін қалай үн қоса алады? Әрқайсында әртүрлі сабақ жүрсе, әрқайсында әртүрлі тілмен сабақ оқытылатын болса, және бөліктеніп тұратын болса, ол ертең жікшілдікке апарады. Бізді біріктірмейді. Сондықтан бізді біріктіретін мәселе бұл балабақшаларда және де мектептерде міндетті түрде мемлекеттік тілде сабақ берілу керек деген үндеу біздің айтып отырғанымыз. Бұның шетелдік үлгілері бар. Мысалы, Германияда кешеге дейін түрк тілінде мектеп ашу былай тұрсын, түрк тілінде сабақ беруге рұқсат бермеді. Яғни түрк тілін шет тілі ретінде қабылдап, ағылшын тілінің, француз тілінің қатарына қосты. Ол жерде 3,5 миллиондай түрк тұр. Ал енді 2 жыл бұрын оған рұқсат берді. Аптасына 2 сағат қана түріктер оқитын жерде таңдамалы түрде шет тілі ретінде сіз түркшені оқыта аласыз. Оған Түркиядан арнайы мамандар шақыратын болды. Кейін өздері дайындайтын болды түркология факультеттерінде. Немесе мына ар жағымызда тұрған көрші мысалы, Ресейдің өзінде. Ол жерде де мысалы әлемнің қабылдаған, шет тілі ретінде қабылдаған неміс, ағылшын, француз тілдерін ғана мектептерінде оқытады. Ал сол жерде тұратын ерекше жаңағыдай автономиялық елдерден тыс халықтарға, диаспораларға ешқандай өзінің ана тілінде мектеп ашуға рұқсат берілмейді. Тек қана мемлекеттік тілді ғана сабақ алуына рұқсат етіледі. Ал кешегі мысалы мен жаңа жылда Қытайға бардым, сол жақта қазақ мектептері жабылып жатыр деген әңгіме шыққанына біраз болды. Сол мәселені ол жерде қазақтардан сұрасам, олардың да айтатыны былай, бізге тек қана өзіміздің ана тілімізде ғана, ол да шет тілі ретінде оқытылады, аптасына 2 сағат. Сосын өзіміздің әдебиетіміз. Өзінің енді үйреніп жатқан өзбек тілінде, немесе өзінің үйреніп жатқан орыс тілінде ғана не жүргізе ме? Исқаға жүргізе ме? Қазақтың сұранысын қалай жауап береді ол, мысалы. Бұл да үлкен проблемаға айналайын деп тұр болашақта.
Olar endi özleri жаңағыдай özlerine arnayı aşıp algan avralarından ömür süretinde, odan keyin olardan birtindep жаңағыдай nadandaну prosesi басталат, birtindep qoğamdan alыстатуу prosesi басталат. Бұл заңды түрде іске асат. Сондықтан biz бұл prosesке жол бермес үшін міндетті түрде жаңағыдай мемлекеттік мекемелерде, бұл енді мемлекет қаржыландырып отыратын болса жаңағы мектептерде, ол мемлекеттің мекемесі болып есептеледі. Сондықтан мемлекеттік мекемелерде міндетті түрде мемлекеттік тілдің оқытылу процесі жүру керек. Және ол үйренетіндей. Кәдімгідей біздің жаңа формальный емес. Мысалы, қазір орыс мектептерінде де аптасына бірнеше сағаттан қазақ тілінде сабақ жүреді. Бірақ орыс мектебін бітірген бір бала қазақша сөйлемейді. Ауылды жер болмаса. Бұл демек үйреншікті жағдайда жаңа формальный өтіп жатқан сабақтар деген сөз. Олай болмайды. Ал Қазақстанда тұратын ұлттар бұл міндетті түрде жаңағыдай қазақтың тарихын, қазақтың тілін, қазақтың әдебиетін білу керек, үйрену керек. Онсыз болмайды. Онсыз халыққа жақындай алмайды. Онсыз халықпен араласа алмайды. Онсыз өзіне осы қоғамда орын таба алмайды. Бұл әлемдік тәжірибеден бірнеше рет өткен жаңағыдай тәжірибе. Біз осы мәселені жаңағыдай тиісті жерлерге жеткізуіміз керек. Дұрыс оларға түсіндіруіміз керек. Деген менде қысқа ғана ой. Көпті сөзді көп созбайын. Иншалла осы ісіміз, осы арманымыз іске ассын.